Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге екі түрлі оңай және де қонақтар келген кезде тез дайын болатын керемет салаттың рецептін бөлісемін. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Бұл салаттарымыз көп уақыт алмайды. Осылай пекинский капустаны қолымызбен немесе пышағымызбен осылай үгіттеп турап аламыз. Бұл салат келген қонақтарыңызға да мінсіз ұнайды. Енді дәмі күшті болып шықты. Осылай енді жаңағы колбасамызды да видеодағыдай етіп турап ала бересіздер. Мен сіздерге бүгін екі түрлі салат көрсетемін, сондықтан видеомды соңына дейін қараңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Енді ірімшігімізді де осылай видеодағыдай етіп турайсыздар. Ірімшік мен міндетті түрде қаттысынан алдым, сол кезде әдемі болып шығады. Қатты ірімшік болса, сол кезде салаттарыңыз күшті болып шығады. Сіздер де қатты ірімшік алуға тырысыңыздар, және де осы салатты жасауға сіздерге кеңес беремін. Қыздар, барлығын турап алдық. Енді жұмыртқамызды осылай етіп қуырып аласыздар, үстіне азап тұз саласыздар. Міне қыздар, дайын болған салатымыздың үстіне консервіде кукурузымызды саламыз. Мен жартысын салдым. Әркім қалауынша бүкілін салсаңыздар да болады. Және қуырып алған жұмыртқамызды осылай ұсақтап етіп, видеодағыдай етіп турайсыздар. Енді майонезімізді осылай көп емес, аз мөлшерде салып, жақсылап қолымызбен немесе вилканың көмегімен араластырамыз салатымызды. Почти біздердің салатымыз дайын болды, қыздар. Осылай бір араластырып, қонақ дастарханға тартып немесе холодильникке бір салып алсаңыздар да болады. Қыздар, сіздер жасап көріңіздер. Бұл салат бір жегеннен вообще сіздерге ұнап қалады. Өте керемет салат енді. Дәмі енді әдемі болып шығады. Бірінші салатымызды жасап болдық. Енді екінші салатымызға келсек, мына жерде менде қияр. Осы қиярды видеодағыдай етіп, осылай ұсақтап әдемілеп турайсыздар. Бұл салатымыздың да жасалуы да өте оңай және де тез дайын болады. Қыздар, мына жерде мен екі түрлі салат көрсетемін. Екеуі де өте оңай және де тез жасалатын салат. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Қыздар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептер салатын боламын. Енді ұсақтап көк пиязымызды да турап аламыз. Міне қыздар, пиязымызды турап алдық. Енді жұмыртқамызмен алдын ала қайнатып алғам. Жұмыртқамызды да осылай ұсақтап етіп турап аламыз. Бұл салатта вообще күшті салат, көп нәрсені талап етпейді. Үйдегі бар затпен жасалатын салаттардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, өте күшті салаттар. Укропты да осылай ұсақтап етіп тураймыз. Енді консервідегі ас пышағымызды салып, үстіне майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, біздердің салатымыз дайын болып қалды. Өте керемет, өте күшті салаттар болды. Сіздер жасап көріңіздер. Міне қыздар, енді дастарханымызға тартсақ та болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.